Ассалаумағалейкум достар. Бүгін екінші сабақ өзгерту құралдары, яғни инструменты редактирования соларды өтеміз, направляющияларды өтеміз және линейка соларды өтетін боламыз. Және сабақтың соңында буклет жасап үйренетін боламыз, болмаса флайер жасап. Так, осы сабағымыз Corel 2017 жылы Corel'дан өтетін боламыз. Жарайды. Келесі алдыңғы сабақта мына инструменттердің жасын үйренген боламыз. Осы сабақта бастайық. Мысалы, алдыңғы сабақта мына инструментті көпбұрышты полигональный осы инструментті айтпаған болатын. Мына жерде қарап отырсаңыздар, міне бұрыштарын көбейте бересіздер. Көпбұрышты ма? Бұған да жаңа түс беріп, ешетер формасы өзгерту болады. Келесі біз мына жерде не еткен болатынбыз? Линейкаға тоқтаған болатынбыз. Ал көрсетейік. Мысалы, міне бір размер. Мына жерде біз қолдан енгізейік размерін. Еске түсірейік, мына жерде замокты алып тастаймыз. Міне 200, ені биіктігі 300 дейік. П-ны басамыз, тура П-ны бассақ дәл ортасына келеді. Түсін берейік. Осының размерін жазып бер дейді эскизді. Аламыз да, міне қараймыз. Ол параллельно размерді бассақ, мына жерде бірліктер, десятичный дейді. Артында жүздіктер мен нелер бірліктер бар, міне. Осыны аламыз да нольға келтіреміз. Бірден окейді басамыз. Және мына жерде өлшем бірліктері миллиметрде тұрсын. Көбінесе миллиметрмен жұмыс істейді. Сосын мына жерде бірлерін көрсетіп берейін ба, әрбір размерден кейін дейді. Жарайды, тұра берсін. Мынаны аламыз да, былай басып тұрып тартсақ, бұрыштаманы бізге жазып береді. Указательға кіреміз, қараймыз, міне 300. Бұл размер кішкентай болып тұр. Мынаны бүйтіп выделять етсек, размерін өзіміз қолдан үлкейтуімізге болады. Яғни, міне былай. Бұл да аз болып тұрса, 30 жасайық. F4-ді бассақ үлкен экранға. Тағы да басамыз да, біз енді енін біріктіріп берейік. Мынау кішкентай. Мынау бізде қандай размер болды? 30-шы шрифт. Бұнда 30-шы шрифтқа өзгертейік. Размер беру осылай. Оны выделять етеміз да, Ctrl-K-ны бассақ, разъединить дейді. Бұны бөліп тастау. Яғни оны, қазір қараңыздар, мысалы, мынаны мен беріп үлкен әрі-бері істей алмаймын, мысалы, бірге қозғалдырады. Осыны жеке-жеке бөліп тастау үшін Ctrl-K комбинациясын басамыз. Болмаса, объекттің ішіне кіреміз, разъединить размерді линия дейді. Міне, мына комбинациямен басамыз. Сол кезде бізге бөліп тастайды. Қайтадан Ctrl-G, болмаса міне Ctrl-G деген сгруппировать етесіздер болды. Енді бұл жеке-жеке алына беретін болады. Мынаны дәл сондай әдіспен Ctrl-K-ны разъединить етесіз, және Ctrl-G группировать болды. Енді барлығын выделять етіп Ctrl-G бассақ, бірге қозғалады. Бірақ размерін кішірейтсек, міне, сол размерінің пропорциясына қала береді. Яғни қалай белгілеп бердік. Егер де біз артқа басып, Ctrl-Z арқылы мынаның бәрін жеке бөлмейтін болсақ, қарап отырсаңыздар, мынаның размері бірге кішірейеді. Міне, 200 деді ғой, 230. Мына 200-де 133 әртүрлі размер бірге өзгеріп отырады. Бұл керек жағдай тек қана мысалы бір редактирование дейді ғой, мысалы өзгерту сондай бір кездерде ғана болмаса, негізінде жаңағы айтқан әдіс бойынша міне қолдан енгізейік, 200-де 300. Осы әдісті Ctrl-G арқылы бөліп тастаған дұрыс болады. Өйткені біздің осы размерді ұмытып қалмау үшін, мысалы эскизға бекіткен кезде, осы размер бізде сол күнде қалып тұра береді, кішірейтсек те. Келесі размер бізде горизонтальный және вертикальный бірден беріп береміз. Ол да дәл осындай. Қояйық. Бірден мынаны белгілейміз. Дәл солай әдіс сияқты. Бірден шығып тұра береді размер. Аса бір өзгеріс жоқ. Угловой размер дегеніміз мынандай. Мысалы, біз бір бұрыштаманы сызатын болсақ, 3 бұрышты алатын болсақ, осының градусын тексеріп береді, өлшеп береді. Қанша градус екен. Бұрыштан басып тұрамыз да, тартсақ, мінекей. Тағы бір щелчок жібереміз, 62 градус екен. Бұл түсінікті болды сіздерге, иә. Мысалы, қолдан сызатын болсаңыздар, мына инструмент былай сызатын болсаңыздар, осының бұрыштамасын әкелеміз да, бір рет щелчок етіп тартамыз.
28 градус дейді. Бұл түсінікті болды. Келесі размер сегментов. Размер сегментов деген андай. Алайық, тағы кішірейтейік. Мына бұрыштама шығып тұратын болса. Бұрыштан тартып береді. Керекті жерінен тартып. Мен бүйтіп, мына точкадан мына точкаға әкеліп отырмаймын. Бұрыштан тартамын да шетінен шығара саламын бірден. Болмаса, андай жерден шығарып береді. Керек. Соңына дейін тартып отырмаймын. Енді соңғысы выноска 3 точкадан. Соңынан аламыз. Бір рет щелчок етіп басамыз. Енді жазамыз керекті шрифт. Мысалы мынау бүйтіп жазайық. Неден болады жасалады? Акрил болмаса оргстекло деп жазайық. Эскизде көбінесе белгілеу үшін. Оргстекло 3 мм деп қояйық. Бұл выноска сол жаңағы әрбір материалдың неден жасалатынын көбінесе эскизде сол жазу үшін қолданады. Дайын выноска. Келесі инструмент бізде соединительная линия дейді. Барлықтарын белгілеп беру керек. Тартасыз. Жалғап беру. Жалғайтын линия ғой. 4 бұрыштықтағы арналған. 90-ға. Еркін қозғалта бересіз. Келесі привязка. Привязка дегеніміз мыналарды өзгертіп. Мына жақтан енді менің ең эффектілерге өтейік. Мысалы бізде тағы бір дөңгелек шеңбер жазайық. Бұл түсіп берейік. Мына жерде тень деген нәрсе бар. Мынаны басып тұрсаңыздар, мышканың сол жағымен бүкіл эффекттер шығып тұрады. Соның біріншісі тень, көлеңке яғни. Мысалы бір осы зат тұр, шеңбер. Осын көлеңке береміз дейік. Олай көлеңке бердік. Көріп тұрсыздар, көлеңкенің неше түрлері. Бұл множество басаңыз обычно келтіріп. Жерде түстер беріп болады, неше түрлі. Көлеңкенің өзін түске бояп болады. Міне қарада тұра берсін. Мына жерде деген оның прозрачныйдығы, яғни 100% болса қап-қара болады, 50% болса кішкене прозрачный болады. Мынаның несі жан-жағында былай четкості, яғни мына бірге келтірсем, тура бір шеңбер сияқты болады. Жан-жағы болыңғыр қылып көрсету үшін 15 қалпына келтіреміз. Мына жерін бассаңыздар, жан-жағын размытияны жан-жағына жіберейін ба, по гауссу ішкі жағына жіберейін ба, міне ішіне қарай. Және орташа, яғни мынадан центрдан. Және сырт жағына, мына шеңбердің сыртына қарай тағы радиус бөлінеді. Және орташа, усредненный. Осы да қала берсін. Келесі мынаны өттік. Мына жерде біз бағыттар бар. Міне көрініп тұр, жоғары бағыт. Төменгі. Сол жақ. Жоғары. Қалай бағытты соң қармаша. Мынандай бар. Яғни формасына қарай. Осыны қалдырайық. Мынаны белгілеген кезде бізде мынаны перроны басамыз. 15-ке келтірейік. Болыңғыр. Прозрачность 50 келтірейік. Мен деген көлеңке деген осы. Бұны да осы тәсілмен қалдыруға болады. Болмаса, мына жерде пенді тағы бір басса, умножить емес, обычно келтірейік. Пені тифовать кезде түс өзгеріп кетеді, бірден айтайын. Қараның өзі умножитте қалса, өзгеріп кетеді бірден. Мына келтірейін, сіздерге тифовать. Жаңа умножить қайда? Енді осыны аламын да, мен тифқа айналдыратын болсам. Мерді білінбейді, негізінде бірақ өзгеріп кетеді. Ол үшін бірден мынаны умножить обычно келтіріп. Келесі бізде контур. Яғни бір заттың контуры. Мысалы мен әріп берейін. А әрпін берейін. Болмаса адамның атын жазайын. Аман деп жазайын. Осыған түс берем. Түс берейін. Контур, интерактивный контур басам. Мына жерде бірді басқан кезде 3 не шығады. Функциясы. Біріншісі ортасына центрге, мынау центрге, мынау ортасына ішіне қарай ішкі бағыттап. Мынау сыртына қарай бағыттап шығарады. Сырт жағын басайық, контур берді. Мына жерде бірден қалыңдық шығады. Және неше санынан неше контур берейін дейді. Мынау 2 контур. Кете береді, қанша контур берсек. Бір контурға түсірейік. Өзгертеміз. Мына түс береміз контурға. Ішкісі мынау контурдың түсі міне. Мынау өзі әргі әріптің несі.
қарап отырсыздар. Келі 2-ге басайық. Контурдың түсін қара келтірейік. Бұл жағдайда да бұны қарап отырсаңыздар, аман деп жазсаңыздар, бұл неше түрлі сол эффектпен қала береді. Мысалы, сәуле деп жазайық адамның атын. Бағанағы эффект сол күйінде қалады. Міне. Болмаса бұны шрифттің өзін басасыздар да, шрифт өзгерту. Сәуле деп. Бұл жерде түстермен ойнатуға болады. Мысалы, мынаны аласыз да, тек қана барлығын Ctrl-K-ны бассаңыз разъединить етіп, группировать етіп қалады. Мына түсті бірден өзіңізге ұнайтын қызылға разгруппировать етесіз, түсін бересіз, мынаның ішін басып тұрып, түске келтіріп. Бұны кәдімгі инструменттерге жетеміз, көрсем. Осылай қалдыруға болады. Болмаса, мынаны аққа келтірейік. Келесі инструмент интерактивный мына контурдың енді ішкі жағы бар. Осы сәуле деген жазуды алайық. Енді осы сәуленің контурдың ішкі жағына келтірейік. Бит басады. Несінің размерін кішірейтсек, кете береді. Яғни байқасаңыздар, ішіне қарай кіріп жатыр контур. Аламыз да түсін өзгертейік. Бұл жерде тағы да ішіне қарай 2, 3, 4 контурмен белгілене береді. Бұл түсінікті болды. Енді үшіншісі алып тастайық. Мына жерде эффектісін алып тастауға болады. Үшіншісі центр дейді. Ортаға қарай бағыттайды. Тағы ұқсайды, бірақ бірден ортаға шығады. Алып тастайық. Енді бізде эффект қалды, перетекание деген эффект. Мысалы, сәуле деген атты қала берсін бізде. Және мына жаққа тағы бір копировать етеміз. Мушканы басып тұрып, сол жағын резко басып жібереміз. Және бұны түсперейік. Сіздерге мына редактированный сабақ болғандықтан бірден айтып өтейін. Мысалы, мына бізге көк түсті бетіне шығару үшін біз комбинация shift басып тұрамыз да page up дегенді басамыз. Сол кезде беткі қабатына шығарып береді. Егер төмен түсіргіміз келсе shift басып тұрып page downды басамыз. Осы екі комбинацияны ұмытпаңыздар. Көбінесе осы қолданыста. Және бұл бірден шығарып береді беткі қабатына. Егер де мына жерде 2-3 слой тұратын болса, және мен мына фиолетовыйды мына көкпен қараның ортасына отырғымыз келеді. Мен Ctrl page up'ты басып отырамын. Бір-бір қабат, бір-бір слойдан ғана шығып отырады. Асып кетпес үшін. Қалай айтсам, бір-бір қабаттан ғана көтеріп отырады. Егер де мен бірден көтергім келсе, page up'ты бассам, мына қараны басып тұр. Бетіне шығарып жібереді. Егер де мен Ctrl page up'ты басып отырсам, міне бірте-бірте фиолеттің үстіне шықты, сосын шығады. Келесі сабақ, келесі инструмент. Мына перетекание тағы бір қызық жерін өткізейін. Кешіріңіздер. Міне перетеканияда мынандай нәрсе бар. Алып тастайық. Қараны алып тастайын. Сәуле деген жазуды кішірейтейін. Және перетеканияны басамын. Фиолетовыйдан көкке бағыттаймын. Басып тұрып басамын. Байқап отырғандай, бұл бізде екеудің арасындағы түстерді қосып беріп отыр. Мына жердің арасында 20 деп көрсетіп тұр мына жерде саны. Яғни оны біз көбейтуімізге де болады. 100-ге көбейтсек, бірте-бірте гладкий болады. Міне 200-ге көбейтіп. Міне мынаны аламыз да Ctrl-C, Ctrl-V деп бөлейік. Міне түс берейік. Міне. Сәуле деп жазылды. Бетіне шықты. Оны бұлай істеуге болады, контур беруге болады. Алдыңғы сабақта өткенде мына жерде 2-1 галочкалай керек жерге қояйық. Перетекание деген тағы бір түрі бар, мынандай мына қараңыз. Түрі болғанда жасыл, мына жаққа қызыл, көк, малина дейік, көк. Мынаны аламын мен, перетекание басамын. Екеуінің арасын оранжевый жеке выделить етем, одан қызылға өткізем. Қызылды аламын да
малиновка басып тұрып тағы бір щелчок. Қарап отырсаңыздар, байқағандарыңыздай мынаны жеке-жеке қозғалтуға болады, мына бағыттап. Инфограмма сондай нәрселерге керек нәрсе. Мына контур тұр ғой, біз бәріміз білетіндей, контурды алдына бәрін выделять етіп, контурын бассақ, F12 болмаса түстердің арасында X-ті бассаңыздар, мышканың сол жағымен міне контурын алып тастайды. Бұл жерде санын көбейтуімізге болады алдындағындай. 100 қылсақ, плавный переход болады. Мынандай болып тұрды ғой, разводпен. Яғни развод емес, лесенкамен. Енді бұны бассаңыздар, 20 емес, санын көбейтсек, бірден гладкий болады. Мына жерде де 100-ге кетейік. Бұл түсінікті болды, перетекание. Сондай. Келесі бізде инструмент искажение. Искажение дегеніміз мынаны мен бүйтіп алайын. Сәуле деген жазуды алайын, да қоям. Бұны группировать етейік. Басамыз, онда болмаса Ctrl-G деген комбинациямен басып, оны группировать етіп қоямыз. Мына жерге кіріп, адамдар не істеп не қойытқандарын көріп болады. Ctrl-G. Искажение деген инструмент көреміз. Искажение деген инструмент бассақ, саламызда басып тұрып тартсақ, осы кішкене өзгертіп, сәл-пәл бағытына қарай ғой. Мына жерде формасына қарай, сыртына қарай. Бұл адамның несіне жазуына маусын өзіңіз өзгерте аласыз. Бағыттап. Болмаса бір төрт бұрышты болмаса міне қазір салайын. Искаженияның бағаны астылайық. Бір түрін алайық. Ішіне қарай бағыт. Өзгер. Келесі бізде оболочка. Оболочка деген инструмент тоже ең қызық. Мынаны сәуле деген атты алайық. Бұл оболочканы басамыз. Мына нүктелер пайда болды. Осы нүктелер арқылы біз төмен, жоғары, осы шетіне тартып демізге болады. Өте ыңғайлы. Мынандай жағдайда, мысалы, мына бір эллипс алайын. Осы эллипстің ішіне адам жазуын жазатын болсақ, кішірейтеміз. Жаңағы көріп отқаныңыздай мен бірден центровать еттім, сіздерге айтпай. Ол мына былай болады. Мысалы, екі бір объект болатын болса, теңбермен. Және осы екеуін бір, яғни мына центр болатын болса, осы центр екеуін біріктіру үшін екеуін выделять етеміз да. Екеуін выделять етіп, не әрпін басамыз. Мысалы, қараңыздар. Мынаны басамыз да. С әрпін бассақ, топпенше. Егерде С әрпін бассақ, бізде центровать етіп береді. Мысалы, мынаның екеуін центрында әкеп береді. С әрпін бассақ. Жақ привязать деген басып қояйық, направляющийларды көріп отыр. Рді бассақ, оң жақпен равнять етеді. Л әрпін бассақ, ағылшын сол жақпен равнять етеді. Т әрпін бассақ, топ дейді, яғни бас жағымен. Б әрпін бассақ, ағылшын тілінің астымен, яғни бат. Және С әрпін бассақ, центр жасайды. Екеуін біріктіретін болсақ, ол бізде мынандай шығады бізде. Выровнять, распределить, Shift, Ctrl-A-ны басамыз. Комбинация Shift, Ctrl-A ағылшынша. Мына бетінде шығады қазір. Шықты. Яғни мына былай тұратын болса, екеуін бөледі етеміз. Центр, былай центр жасайды. Және былай центрға бағыттап. Екеуі мысалы былай тұратын болса, төбесімен равнять етеді бас жағы. Бұл жерде расстояние интервалдарын жасап. Мысалы, дәл осы размерлер бұлай әртүрлі арақашықтықта болатын болса, алдына бәрін выделять етесіздер да, жерде расстояние интервал дегендер басасыздар. Міне, байқап отқаныңызда теңдей шеңбер жасап береді арасы. Өте керемет инструменттерім.
келесі біз оболочка тоқтаған болатынбыз. Оболочканы аламыз. Shift E C әрпін басып. Яғни бәрін центровать етіп берейік. Мына екеуін білетін кезде мына былай тұратын болса, мына екеуін білетінді E әрпін басам, яғни былай горизонтально центровать етіп, және былай центровать етуі вертикально. C әрпін басам, екеуін білетіп, мына қараңыздар. Мына жазуды мен ішіне сыйғызамын. Текстқа кіремді, алдындағы верхний регистр жазайын. Оболочканы белгілейміз шрифтті, оболочканы басамыз, алып тастайық мыналардың точкалардың барлығын. Және мен өзім точка берейін, көтеремін. Осы эллипстің бойымен атты жазып шығамын. Осы әрбір точканы белгілеген сайын бізде осы стрелка шығады. Эллипстің формасына қарай өзіміз түзеп алатынбыз. Бүйтіп Shift Page Down'ды басып жасау. Оболочка деген инструмент осы. Келесі вытянуть деген инструмент. Дәл осы сәуле дегенді алайық. Бетке копировать етейік, берейік. Бола берсін. Оны біз аламыз да. Басып тұрып, вытянуть деген басам. Қарап отырсаңыздар, қазір міне. Байқағаныңызда түк өзгерген жоқ, бірақ тек қалың сияқты болып кетті. Оны аламыз да біз мынаны басамыз. Цветной ребро дейді, мына жерін бассақ, жерден түс беріледі. Яғни біз өзгерте аламыз. Енді белгілеп аласыз. Яғни бізде 3D объемға шығарып беріп отыр. Мынау қалыңдығын алып біз 5-ке келтірейік. Міне енді байқалды. Мына жерде бағыттары. Мысалы, кішіреюіне қарай перспективаны, мынау обратный перспектива. Мынау бізге керегі мынау. Обратный перспектива емес. Мынау. Яғни пропорционально көлеңке сияқты алып береді. Объемный әріптердің эскизін салған кезде өте таптырмайтын құрал. Осы бізде вытянуть дегені. Бұл тек қана жаз шрифт емес, мынау объекттерге де келе береді. Тағы да басамын. Екінші, яғни жанында контур бордын шығарып түсін. Оны біз палитра арқылы өзгертеміз. Сіздерге келесі сабақта үйретіп кетейін. Ол прозрачность деген инструмент. Ол яғни түстің анық қанығын және прозрачность түс өткізетін, түс өткізбейтін жайлы сол кезде қолданатын инструмент. Ол үшін мен былай шеңберді алайын. Қызыл, сары, көк. Осы үш түсті қолданайық, жақындатайық. Және осының барлығын бүйтіп выделять етейік та, группировать етіп, прозрачность басайық. Осы прозрачность басқан кезде бірден жоғары жақтан мынандай шығады. Әрқайсының прозрачностьті қалай берейін дейді. Однородный деген бар. Яғни осыны бассақ көрсетеді. Барлық түсті 50%-ға прозрачность жасап. Көгімізде көрініп тұр, сарының артында, қызылымызда көрініп тұр, сары да көрініп тұр. Бұны page down'мен төмен тұрсек, сары мына жақта. Келесі, сол прозрачностьтың түрі, копировать однородды алып тастайын. Перетекаемый прозрачность, фонтанный дейді, ол дегеніміз сәуле деген жазу керейін. Page up'пен page up кесеңіздер, мына жақ прозрачность, мына қарай көк. Яғни перетекание емес, именно прозрачный. Мына жерге бағыттай аласыз өзіңіз. Әкесеңіз бегунок шығады, бегунокпен процентовкасын өзгерте аласыз. Қанық. Мына жерде шығамыз. Фонтанный перетекание. Енді тағы бір. Көбінесе біз қолданатын инструменттеріміз осы однородный мен фонтанный заливка қолданамыз. Бұл прозрачностьта мына жерде текстурный деген.
Бұл біздің кәдімгі текстура ненің қазір заливка өтеміз, соларға қатысы бар нәрселер. Кеттік. Осымен прозрачностьті өттік. Мына жерде мен бір растрға нетейін, яғни импорт. Бір түс берейін. Қандай? Сиренин. Осы берейін. Page down төмен. Мына фотоны енді мен прозрачность жасаймын. Басамын, однородный. Қарап отырсаңыз. Енді мынаның артына түстер беріп отырсақ, фото бірге өзгеріп отыр. Бұл прозрачностьін біз 20 қылуымызға болады. Процентовканы өзіміз өзгерте аламыз. Яғни вроде бы емес сияқты, бірақ қызылда, сарыда оттенкте ақырын беріп тұра болады. Осы суретті ақшылда болады. Қарап отырсаңыздар, жанын копировать етіп, түсті алып, мен оранжевый. Екеуінің байқағаныңыздар, мына жер мен мына жер өзгеріп отыр. Яғни немножечко холодный ауыз. Көкшіл. Ақ көрсең. Қарағансақ, темный контраст. Бұл суретке қатысты. Және келесі мына осы однородныйды неге байланысты? Мына жерде бағанағыны бүгін басып, ақырын өзгертеміз. Және осыған байланысты біз однородный перетекаемый спонтанный заливканы басқан кезде бізде мына жерде 4 функция шығады. Мынау радиальный басады. Радиальный міне байқап отырғаныңыздай суреттің виньеткасын жасап берген. Яғни жан-жағын бәрін қара қыл. Бүгін бай жазсақ қара. Ол керек емес. Осыны бағыттай отырып, мысалы, мына щелчокпен 2 рет бассақ, мына жерге тағы да шығарып береді. Оны біз бұлай бүгін соңғы жағында да мына жерде кішкене оберте плавный. Мына жерде біз ақырында плавный жасау. Бірден емес. Резкий болып. Мына жерде де ақырын ортаға тартайық. Шеңберді күйтейік. Заливка ақырын черныйға кеткен сияқты. Так, келесі бізде осы жерде дәл осы перетеканияның мынау бар. Конический. Яғни өздеріңіз отқандай конустың төбесі сияқты болады. Ол бізде тоже осындай жағдайда шеңбердің бойына 2 рет щелчокпен қойып отыруымызға болады. Байқап отырғанымыздай. Бұл көбінесе нелерге де қолдануға болады. Жаңағы градиентный заливкаларды 2 рет. Кеттік. Енді пипетка деген инструмент бар бізде. Пипетка деген инструменттің 2 түрі бар. Өте жақсы инструмент. Мысалға мен бүйтіп алайын. Мына жерде бір 4-3 алайында. Оранжевый және контуры көк деп айтайық. Эффект келді. Осының барлығын мен қайтадан жеке-жеке бөліп отырмас үшін шеңберге ауыстырғым келеді. Дәл осы эффектті дәл осы қалыңдықпен, яғни 1 мм контур, іші оранжевый болады. Болмаса, мына жерде бір перетекания болсын. Оған әлі жеткенім жоқ. Қазір мен однородный үйретіп кетейін. Осыны алып мен 2 әдіспен мынаған эффектісін бере аламын. Оның бірі мына пипеткамен. Пипеткамен бірінші пипетканы істейік мына. Оның басын міне цветовой пипетка. Осыны бассақ, көшіреміз. Бір рет щелчокпен бассақ, заливать етіп береді дәл осындай. Яғни тура сондай түс керек болса жасап береді. Енді келесісін копировать етейін. Екінші пипетканы тұр басып. Пипеткалер атрибуты. Мынаны бір рет щелкать етеміз да, яғни мынаның барлығын көшіріп алды эффектісін контурына дейін. Бассақ міне. Контуры 1 мм, мынанда контур 1 мм. Цвет оранжевый 60-100, 60-100 бірдей. Яғни осы инструмент бізде көбінесе бір жылдам көшіргіміз келсе эффектілерін осымен қолдануға болады. Және мына бір растрға байланысты мен сіздерге келтіріп өтейін. Мына суреттерді алайын да, прозрачностьін алып тастайын. Жанынан мысалы осы жерден біз түстердің үйлесімділігін пипетка арқылы алуымызға болады. Мына цветовой пипетка аламыз. Мына жерден бір цвет көшіреміз. Қандай қыздардың көйлегі
қоңырқшы ауру пипет контурын алып тастаймыз мышканың жағымен. Осы пипетка арқылы сочетанияға дизайн жасауға болады. Қандай түстерді қолдану керек екенін мына жерден пипетпен алып көріп алдық. Келесі бізде заливка, мына интерактивный заливка дейді. Бізде заливканың түрлері бар. Интерактивный заливка деген бар, умная заливка деген бар. Бізде мына интерактивный заливканы алатын болсақ, көрсетіп кетейін. Мынаның барлығын біз перетекание арқылы жасадық қой. Дәл осындай эффектіні біз неге жасауымызға болады. Яғни алайын, көрпіріш жасайын. Градиент заливканы аламыз, басып тұрып, контур басып тұрмын. Контур басқан кезде мынау 90 градусқа нетеді. Егер мен алып тастасам, міне ойнай береді. Контур бассам бірден ровно тұра қалады. Яғни параллельно. Осындай бағыттадық. Бұл заливка, градиент заливканы алдық. Пипетті бассақ, бізде бірден шығады түстер таңдау. Осы жерге таңдай аламыз. Тағы бір әдісі бар. Мысалы, мына жерден бағана айтқанда 2 рет шолтып кетсек түс береді. Мына жерден басып тұрып, осы төртбұрыштың үстіне апарсақ түс өзгереді. Міне, басып тұрамын да, қызылдың өзін басып тұрып, түс таңдаймын да. Мына жерден тағы бір түс аламын, қызылға бере саламын. Мына жерді басып тұрып, мына жерден де өзгертіп. Байқап отыр. Және осыны мен бір турбо жасап көрсетейін. Эллипсті аламыз, алдыңғы сабақтан үйренген. Бұлай бағыттаймын. Дәл бұрыштамасын алып, жерді привязка жасадық қой, направляющий. Басып тұрып, бұрышқа әкелеміз. Және бұны бағда көш басып тұрып, контролды басып тұрып, копировать мышканың сол жағын басып тұрып, бірден оң жағын бассақ, көшіріп береді. Және осы заливканы алайық. Мен сіздерге ең керек маңызды нәрселерді походу үйретіп жатырмын. Мына екі объектіні біріктіру үшін бұл барлығы мысалы өзгерту құралдарының ішіне кіріп кетеді инструмент. Екеуін бағыттаймыз, белгілейміз, міне shift басып тұрып мен келесі объектіні біріктіремін. Бұл кезде бізде мынаны не шығады. Осы инструмент нелер шығады, бұл функциялар. Мысалы, біріншісі біріктіру, соединить, объединение дейді. Екіншісі подгонка, яғни керек жерін алып тастайды. Үшіншісі пересечение, яғни екеуінің қиылысқан жерін кесіп алып береді. Үшіншісі бізде упрощать етіп тастайды. Мысалы, жан-жағын алып ортасына. Мынауысы отсечение, мысалы, бір керекті екеуінің қосылған жердің біреусін ғана шығарып. Мынау оның қарамаршағы, яғни біреу үстінен шықса, біреусі керектісін таңдайсыз. Кім қайсы бірінші белгілейсіз, солысы қалады, екіншісі кесіп тастайды. Мынау общий контур. Мысалы, бәріне тоқтап өтейін. Мен екеуін выделять еттім shift арқылы. Объединение. Көріңіздер, біріктіріп берді. Және бағанағы мен пипеткамен алып, атрибутты алып, көшірме болады. Көшіріп берді дәл. Бағанағы прозрачный үйренгендегідей градиентті басамыз. Сол кезде бізде тағы да мынандай функция шығады. Яғни прозрачный сияқты конический таңдаймыз. Конический таңдасақ, тура басында плоскость сияқты жасап береді. Мына жерде тек қана бір резкий переход тұр, резкий переход біз аламыз да. Дәл осы түсті пипет мына жерден алып, қоя саламыз. Бұл кезде бізге плоский алып, мынаны аламыз да тағы контурын алып тастаймыз. Қалдырымызға да болады, көрініп тұру үшін. Енді жаңағы мына біріктіргендегі инструменттердің бірі, екеуін біріктіреміз, басамыз да. Екеу болып тұр ғой. Мына жағын кесіп тастауым керек болып тұр. Сол үшін мен пока контурын екеуін шетке қойып қойайын. Екеуін цветін заливкасын. Мынаның мен контурын алып тастау үшін, бірінші мынаны выделять етем, екіншісі керекті қай жерден бөліп тастам керек, соны выделять етем. Екінші тек қана кесілетін жерін выделять етем. Мысалы, мен аламын да, екіншісін бассам, міне, кесіп тастады. Яғни бұл бірінші керекті объектімізді выделять етем. Содан кейін ғана барып, қай объектіден кесіп тастаймыз, соны выделять етем. Соны ұмытпаңыздар. Келесі инструмент, яғни көшіріп алайық тағы да. Бұл бізде пересечение дейді.
яғни мына екеуінің қиылысы, мынаны тағы да контур алып берейін, көрінеді. Мына екеуінің қиылысқан жерін бұлай кесіп береді. Бұл жерде де бірінші мынау, екінші мына объект қай жерін кесіп басатын болсақ, міне түсіп берейік. Көрдіңіз бе, выделять етіп шықты. Түсіп бердік. Осы екеуінен выделять етеді. Пересечение. Үшіншісі, даже төртінші аламыз. Міне упрощение. Қараңыздар. Екеуін выделять етемін. Упрощениеден бассақ, бағанағы нәрсе кесіп береді. Тура пересечение сияқты. Упрощениеміз біздің мынау кесіп тастадық қой, сол кезде бізде қалып отыр. Осыны аламыз да, сол сияқты көшіреміз. Алты мына асын кесіп береді, дәл солай. Енді мына инструмент бізде былай қайсысын белгілейміз. Енді мынаны белгілеп, мынаны істесек, мынаның астын алып тастады да жоғары жағын қалдырып тастады. Яғни керек емес жерін белгілеп тастады. Енді біз мынаны белгілеп барып, мынаны белгілесек, міне бізде бас жағынан асын қалдырды да бас жағын алып тастады. Енді үшіншісі, ең соңғысы инструмент, екеуін выделять еткен кезде, мына екеуінің контурын шығарып беру керек болатын болса, соңғысын басамыз. Создай границу шығарып берді. Өздеріңіз байқап отқандай, общий контур бар. Так, бұл градиентке байланысты болды, және екі объектінің бір-біріне деген жаңағы бір-бірінің қарым-қатынасы, яғни керекті жерін алып тастау, керек емес жерін кесіп тастау, және мысалы бағана көрсетіп кеткен объект мен бір объекттің екеуінің арасындағы өзгертулер, яғни корректировка, редактированиялар осы функциялар осы инструмент арқылы өтетін болады. Бізде енді бір нәрсе бар қазір. Егер де біз алсам екен, мына сәуле деген жазуды алайық. Болмаса мынандай бір жұлдыз алайын. Мынаны біз көп бұрышты басып тұрсақ, бірден 5-ке келтірейік. Контурлы басып тұрсақ, бізде полный бар жағы жан-жағы. Және контурлы басып тұрып, ол жұлдызды алсақ, жұлдыз шығады. Жұлдыз алып копировать етеміз. Енді біз мысалы бұрыштың барлығын боямай, біз тек қана мына қосылған жерін ғана жеке кесіп алғымыз келетін болса, бізде интеллектуальный заливка дейді, соны аламыз. Бірден керерді выделять етеміз, сол жерді белгілеп беретін. Интеллектуальный заливка деген осы. Бұл быстрый отрисовкаға өте пайдалы инструменттердің бірі. Сонымен біз бүкіл инструменттерді өттік. Осы сабақта біз мысалы инструменттердің объектілердің өзара есуі, қарым-қатынасы, яғни кесуін, біріктіруін, және бір объекттің үстіне шығару, қайталап өтейік, page up деген бір объекттің үстіне шығару, мысалы мына екі болатын болса, қайтадан page down төмен, page up жоғары. Және жаңағы біздің группировать еткеніміз бар. Заливка үйрендік, прозрачность үйрендік, размерлерді белгілеп үйрендік, және суретпен жұмыс істеп пипетка арқылы. Одан кейін бізде мына оболочка деген нәрсені үйрендік. Тағы не үйрендік? Мына жерде перетекание бар, контурды үйрендік, ең керекті инструменттерді үйрендік. Енді біз бірден жұмыс істеп кете аламыз. Құдай қаласа, қазір мен бір жаттығу үй жұмысын беремін. Енді біз бір флайерді талдайық. Жаңа документ Ctrl-I арқылы. Мынаны бүйтіп басып отырмаймыз, өз размерінде түсу үшін Enter басып саламыз. Мынаны біз алдыңғы жұмысымыз. Осыны біз талдайық, қалай жасадық, неден жасадық. Мысалы мен мына жерден
мына жерде біз мына размерін келтірдік. Мына размеріміз 2 размер шетке кетті. Мына жерді байқап отырғаныңыздай кәдімгі шеңбер бағанағы айтылған инструментпен алдында пересечение жасап екеуінің қиылысқан жеріне кесіп алдым. Shift арқылы белгіледім да пересечение белгіледік. Дәл осыны копировать еттім. Жоғары жағынан аламын, 2 рет шолып шығады. Болмаса белгілеген болсақ алдындағы белгілейміз. Және түс береміз. Мына жасылды қарап отырсаңыздар жасылдың ішінде бір интернеттен не аласыз? Бір жасыл бір кез келген жасыл фонды алуға болады. Мысалы, зеленый фон. Картинка. Копировать. Шрифтик, Shift басып. Және контур. Shift page down бағаны үйретіп. Алдыңғы сабақта өткендей, мысалы бұл поместить контейнер, яғни power clip контейнер алдық. Ұқсап келе жатыр ма? Мына центр дополнительного образования дегенді теріс аламыз. Қолмен білесіздер. Мына біз шетте тұр ғой, мен алып жаңағындай shift басып тұрамын да, C әрпінде ағылшынша бассам центр водитель. Онда бағаны үйренген болдым. Және алдыңғы тексті үйренгенде, мысалы біз бір эллипс создавать етеміз. Осыны аламыз да, мына текст жазамыз. Предъявить үйлі деген. Мысалы бла-бла-бла жазылды. Аламыз да. Осы бағыттап жазамыз. Вдоль текста, вдоль пути дейді. Бағыттаңызды келтіріп. Қайтып екеуін выделять етті. Ctrl-K арқылы алып тастаймыз. Және мына бәлені аламыз. Қалай жасаймыз? Қысыл жұлдыз шығады. Көп бұрыштын аламыз да. Барлығын бекітеміз. Ердің бұрыштарын көбейтеміз. 20 бұрыш дейік. 20 бұрыш көп аз. 18 бұрыш жасайық. Жаңағында узелді аламыз. Ctrl басып кішірейтеміз. Басып тұрсақ, жан-жағын барлығы бірдей кішірейді. Біреуін бассақ. Ctrl басып береміз. Ctrl-ны алып тастаймыз. Басып. Жалпақ. 5% скидка дегенді. Центровать етеміз. Екеуінің бірінші мынау, екінші қызыл E әрпін және C әрпін центровать етеміз. Shift арқылы белгілейміз. Мынандай Instagram'ның иконкаларын интернет өшіруге болады. Группировать етілген күйінше болатын болса, міне, оны тағы да басасыз. Неме фоны C әрпін басасыз. Келесі, мына жерде мына түсті біз осы жасылға ұқсас пипеткамен аламыз. Ақшылдау бояп. Енді мына жігіттер сурет керек болса интернеттен алып аласыздар. Опять же. Образование дейік. Курсы дейік. Английский язык дейік. Жерде бір жүрген адамдардың суретін аласыздар. Центровать етеміз. Астында выделять етіп, бетке шығару үшін Shift Page Up десек. Бұны выделять етіп, поместить контейнер. Мына логотип егер өздеріңіз қандай барса қоясыз. Тағы да Shift арқылы центровать басып. Мынаны алып, Ctrl-ны алып. Болды. Осымен флайер жасай алатын болдық. Мына обзорымыз осы, қысқаша талдап өткен. Мына жердегі керекті информацияның барлығын беріп алуға, Word-та болмаса осы Corel-да. Мына нәрселердің барлығын дайыны бар, болмаса салуға болады. Ешқандай қиындық жоқ. Салуды білесіздер. Мына бір инструментке кіресіздер де, бүткіл осы жерде рисовать ететін де сурет салатын инструментті қолданып шығуға болады. Мына жерде біз тағы да көрсетейін. Бұл жерде бізде бары керегі шеңбер бар. Шеңбердің мына бұрышын бастап, бір бұрышын алып тастауға болады. Керекті. Мынаның үстіне апарып тұрып, контур беріп, отрисовать етеміз. Аламыз. Тағы да
керек жерге келеміз. Ал үшін мына инструментті аламыз да кривой три точки алып көрініп қарсы қалыңдығын берейік. 1 деп қояйық. 1. Міне осыны аламыз да F12-ні бастап мына жерде бағыт керісінше көріп отырсыздар, өте қиын. Сіздерге тапсырма осы бір флайерді жасап шығуыңызды басын аяғына размерін келтіресіз. Яғни размері 210-да 100 болады, болмаса 99-да 100 болады, 210 болады. Мына жерде екі бет, яғни двусторонний, мына сыртқы беті және ішіндегі услугасы не бар, соның барлығын жазып шығыңыздар. Ол жер міндетті түрде бір неңгі болу керек емес, өзіңіз ойдан жазсаңыз да болады. Маған маңыздылығы бұл жерде осы үйренген эффектілеріңіз барлығын флайерде көрсетіңіздер. Осымен сабақ бітті. Рахмет.